Қоянның жаралуы. Ұлық Алла қоянды ерекше хикметпен ең соңынан жаратыпты. Оның 12 мүшесін қоянға дейін жаралған жан-жануарлардан алады. Ернін түйеден, құлағын есектен, құйрығын ешкіден, аяғын иттен, әйтеуір әр жануардан әр мүшесін құрапты. Ал жүрегі мен бауырына келгенде, ұлық Алла қоянға жүрек пен бауырды басқалардан өзің сұрап ал депті. Қоян қанша жалынса да, ешкім оған жүрегі мен бауырын бергісі келмепті. Ұлық Алла қоянның қиналғанын көріп, оның жүрегін судан, бауырын тастан жаратады. Жүрегі судан жаралғасын, қоян су жүрек қорқақ болыпты. Қыл аяғы өзінің көлеңкесінен де қорқып өмірі қашумен өтеді екен. Бауыры тастан болғасын, көжектеріне мейірімсіз тас бауыр болыпты. Содан бастап, қоян көжектеген соң, басқа жануарлардай баласын асырамайды. 3 күннен соң, қанжыға да көрісейік деп тастап кетеді екен. Әдетте туысына жаны ашымайтын адамды тас бауыр, қорқақ адамды қоян жүрек деп атайтыны осы оқиғаға орай шығыпты.